Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінде бір сахаба көзге түспей ұзақ уақыт көрінбей кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанындағы сахабаларынан ол кісінің қайда екенін сұрастырғанда жағдайының мүшкіл үйінде қиналып жатқанын біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанына сахабаларды ертіп, әлгі сахабаның үйіне барса, шын мәнінде арып шарып, қатты аянышты жағдайда жатқанын көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі сахабадан: "Сені бұндай күйге түсірген не нәрсе?" дегенде, әлгі сахаба: "Я Расулалла, негізінде менің бір дертім жоқ, бірақ мен Алла тағаладан осы дүниеде жасаған күнәларым үшін жазамды осы дүниеде бер деп тілеп жатырмын. Соның қайғысы, соның уайымы мені осы жағдайға түсірді" деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Біз бұл нәрсені көтере алмаймыз. Сен одан да Алла тағаладан былай сұра" деп, "Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар" деген дұғаны үйретті. "Я Алла, бұл дүниеде жақсылық бер, ақыретте жақсылық бер, және мені тозақтың отынан сақта" деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғасы еді. Әрине, бұл Құрандағы мұсылмандарға үйреткен Алла тағаланың аяты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғасы. Сахабалар, егер пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір-ақ дұға жасайтын болса, міндетті түрде осы Роббана атина дұғасын жасайтын еді. Ал егер көп дұға жасайтын болса, міндетті түрде осы Роббана атина дұғасы соның ішінде болатын еді деген. Яғни мағынасы: "Я Алла, бұл дүниеде жақсылық бер" дегенде, ғалымдарымыз, сахабалар, табиғиндер бұл дүниедегі жақсылықтың білім екендігін, кейбір табиғиндер жақсы жар екендігін тәпсірлеген. Ал енді ақыреттегі жақсылық әлбетте ол тозақтың отынан құтылып жәннатқа кіру дегені туралы айтқан. Міне, мұсылман баласы қанша қателессек те, шалыспассақ та, сүрінсек те, күнә жасасақ та, Алла тағаланың мейірімінен, рахымынан, кешірімінен, кеңшілігінен еш уақытта үміт үзбей, Алла тағаланың кешірімін, мейірімін тілеу біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткен жолы екен. Алла тағала бізге екі дүниеде жақсылығын беріп, тозақтың құтатынан сақтасын.